Бұл жігіт кішкентай кезінде неміс әскерлері қарындасын пісіріп жегенін көреді және өмір бойы олардан кек алуды жоспарлайды. Бұл Ганнибал восхождение фильмі және де оның сізді таң қалдыратынына сенімдіміз. Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы жаңа видеомызға қош келдіңіздер. 1944 жыл. Литва, соғыс майданы лектер әулетінің поместесіне таяп қалды. Қауіп күшейген соң, ерлі зайыптылар балаларын ертіп ормандағы аңшылық үйшікке жасырынады. Анасы сақтық үшін інжу маржанды қабан тұлыбының аузына тығып қояды. Көп ұзамай қамалды неміс әскерлері әскері басып алады. Жергілікті мародерлар олардың қатарына қосылғысы келеді, бірақ алдымен өздерінің пайдалы екенін дәлелдеуі тиіс. Олар еш қысылмай барлық қызметшілерді өлтіреді. Леттер отбасы оккупанттар бұл жерден кетеді деп үміттенеді. Сол сәтте орманнан кеңестік танк шығады. Солдаттар құдықтан су алуға келіп, ересектердің бәрін далаға шығарады. Дәл осы кезде жау ұшағы шабуыл жасайды. Әкесі оққа ұшады. Атып түсірілген ұшақ танктың үстіне құлайды. Сыртта болғандардың бәрі жарылыстан қаза табады. Анасы балаларға қарай бірнеше қадам жасап, сол жерде жан тапсырады. Ганнибал мен оның қарындасы Миша үйде жалғыз қалады. Ал мародерлар дәрігерлердің көлігін айдап әкетіп, үйлерді тонауға кіріседі. Тіпті жуырда ғана қызмет еткен неміс әскерлері майорында тонайды. Кеңес әскері көрінгенде олар қашуға мәжбүр болады. Жолда балалар жасырынған үйшікке тап болады. Ганнибалдың мылтығын тартып алып, екеуін шынжырлап тастайды. Үйдегі бар тамақ екі шіріген картоп қана. Бандиттер бұл жерде ұзақ уақытқа қамалып қалады. Орманда тек кішкентай құс қана ұстай алады. Аштықтан олар бір-біріне тап беріп жанжалдаса бастайды. Ақыры бастығы Грутас жоғарыда жасырынған балаларды еске салады. Жейміз бе әлде аштан өлеміз бе дейді. Қалғандарының да аузына сілекей келеді. 8 жыл өтеді. Енді Ганнибал жетімдер үйінде тұрады. Бұл мекеме оның бұрынғы отбасылық қамалында орналасқан. Бір күні ол тәрбиешіні шаншқымен жарақаттайды. Директор оны қатыгездігін жеңуге және тәртіпке бағынуға шақырады. Түнде Ганнибалға мародерлардың қарындасына шабуыл жасаған сәті түсіне кіреді. Ол айқайлап оянып жаза ретінде жертөлеге қамалады. Бірақ көп ұзамай шығудың жолын табады. Қарсыласының бөлмесіне кіріп қан төкпейді, тек өз құжаттарын алып кетеді. Ал жертөледе қақпан құрып кетеді. Тәрбиеші сол қақпанға түседі. Ганнибал Польша шекарасындағы блокпостқа жетеді. Тұлыптың көмегімен иттер мен шекарашыларды алдап өтеді. Артынан оған оқ атылады, бірақ ол құтылып кетеді. Біраз уақыттан соң Францияға жетеді. Онда оның ағасы тұрған, алайда үйден алдымен ағасының жапон әйелі Мурасакиді көреді. Әйел оны тамақтандырып ағасының 1 жыл бұрын қайтыс болғанын айтады. Соған қарамастан бұл үйде қала алатынын жеткізеді. Ганнибал түнде әлі де қарындасы Мишаны шақырып оянады. Бір күні қайнап жатқан су оған өткенді еске түсіреді. Ол абайсызда қолын кесіп алады. Мурасаки сол қайғылы күннен кейін тіл қатқан алғашқы адам болады. Кейін Ганнибал оны ата-бабаларына арналған алдар жанында көреді. Мұнда ұлы самурайдың сауыт сайманы мен қылыштар сақталған. Мурасаки жауларының шабылған бастары бейнеленген суреттерді көрсетіп, оны қылыштасуға үйретеді. Бір күні базарда қасапшы Мурасакиді қорлап, оған қол тигізеді. Ганнибал бірден ет соғатын балғаны алып, оның тізелерін талқандайды. Полиция оны босатып, болашақ дәрігер ретінде қолын күтуге кеңес береді. Алайда семіз қасапшы оның ойынан кетпейді. Таңертең балық аулап жүргенде қасапшы көлігінің жанында Ганнибалды көреді. Жігіт одан Мурасакиден кешірім сұрауын талап етеді, бірақ қасапшы тағы да тіл тигізеді. Сол сәтте Ганнибал оның ішін жарады. Қасапшы шектерін ұстап қалуға тырысады, бірақ жігіт тағы бірнеше рет пышақ сұғады. Ақырында оның басын шауып түсіреді. Қылмыс орнына комиссар Паскаль келеді. Ол қасапшының соңғы уақытта кіммен жанжалдасқанын анықтауды тапсырады. Ал Ганнибал үйге жәбірленуші ұстаған балықты алып келеді. Мурасаки бір нәрседен күдіктене бастайды. Түнде алтарға келгенде табақ үстінде қасапшының шабылған басын көреді. Сол сәтте бөлмеге Ганнибал кіреді. Ол ата-баба катанасын пайдаланған үшін кешірім сұрайды, бірақ қылыштың адам етін майдай оңай кесетінін айтады. Осы кезде үйге полиция көлігі келеді. Нарықтағы төбелеске байланысты Ганнибалды бөлімшеге алып кетеді. Детектор арқылы тексергенде ол тас секілді сабырлы күйінде қалады. Инспектор күдіктінің басын қатыруға тырысты, бірақ Ганнибал тым ақылды еді. Ол тек полицейдің айласын келеке етті.
Дәл сол кезде бөлімшеде отырған сәтінде біреу қасапшының басын алаңға іліп қойғаны белгілі болды, сондықтан күдіктіні босатуға тура келді. Осылайша Ганнибалды оның сүйіктісі мадам Мурасаки құтқарып қалды. Алайда ол енді Францияда заңды түрде тұра алмайды, ал салық төленбегендіктен бұл асаба үй сатылымға қойылады. Мурасаки мен Ганнибал Парижге көшеді. Онда жігіт медициналық институтқа түседі. Ол қарындасын өлтіргендерді тауып кек алуға нық бекінеді, бірақ сол күнгі оқиғаны толық есіне түсіре алмайды. Бір күні ол комиссардың нацистік коллаборационистен жауап алып жатқанын көреді. Қылмыскерге бір дәрі егілген соң, оның тілі бірден шешіледі. Қажетті ақпарат алынғаннан кейін оны өлім жазасына алып кетеді. Ганнибал суретті өте жақсы салады. Сол қабілетін пайдаланып, қарындасын тартып алған вандалдардың портреттерін салады. Кейін өзі де естелікті күшейтетін препарат егіп, сол қорқынышты күнді қайта жаңғыртуға тырысады. Мишаның өкпесі қабынған еді, сондықтан мародерлар дәл соны таңдаған. Қолдарына балталып қызды аулаға шығарады. Артынша аңшылық үйшікті бомбалап өздері қашып кетеді. Ганнибал іздеуді Литвадан бастау үшін сонда оралады. Қаскөйлердің бірі Дортлих милицияға жұмысқа тұрған. Ол елге таныс Лектер фамилиясымен бір адамның кіргенін біледі. Түнде Ганнибал аңшылық үйшікке кіріп, үйінділерді аршиды. Қабан тұлыбының аузынан анасының әшекейін табады. Қасында Мишаның ойыншығы жатыр. Көп ұзамай іздегенін де табады. Барлық мародерлардың жетондары. Енді олардың аттарын біледі. Осы уақыт бойы оны Дортлих бақылап жүрген, бірақ шабуыл жасамақ болғанда өзі есінен танып қалады. Таңертең орманда Ганнибал қарындасының сүйектерін жерлейді. Дортлих ағашқа байлаулы күйде жақын маңда жатыр. Ол қызды қайнатуға шешім қабылдағанда, Миша онсыз да өлі болған деп ант береді. Сонымен бірге тағы бір мародер Гренстің Канадада жасырынғанын айтады. Бірақ Ганнибал үшін ең маңыздысы олардың басшысы Грутаның қайда екені. Жауап ала алмаған соң, ол атты алғайдайды. Қылмыскердің мойнына байланған арқан қысыла түседі. Соңғы сәтте Дортлих басшының қайда екенін Колс есімді басқа бандит білетінін айтады. Бірақ бұл оны құтқармайды, арқан тартылады, ал Ганнибалдың бетіне қан шашырайды. Сол орманда Ганнибал милиционердің бетін саңырауқұлақпен пісіріп жейді. Кейін Францияға оралады. Бөлмесінде мадам Мурасакиді кездестіріп, мародерлардың бірі осы елде жасырынып жүргенін айтады. Колс фамилиясын Клэр деп өзгерткен, қазір ол үлгілі отағасы әрі мейрамхана иесі. Ганнибал оның қызын аңдып, қыздың қолынан қарындасының білезігін көреді. Жігіт байқатпай қыздың қалтасына әкесінің жетонын салып жібереді. Оны тапқан Клэр қатты қорқады. Кешке ол портқа барады, онда адам және қару саудасымен айналысатын бұрынғы сыбайластары күтіп тұрады. Олар Дортлихтің өлімі туралы және оның жазалаушысының кім екенін біледі. Мы с ним как-то ужинали во время войны. Бір кеште инспектор Папель Мурасакиге келіп, Дортлих туралы сұрайды. Оның бет-еті бұрынғы отбасылық қамал маңында дайындалғанын айтады. Егер Ганнибал Францияда тағы біреуді өлтірсе, инспектор оны ұстап, гильотинаға жібереді. Кешке Милка институтқа жасырын кіріп, лекторды аңдиды. Тіпті дыбыс шықпасын деп аяқ киімін шешеді. Бірақ студент суық лепті сезіп басқа бөлмеге өтеді. Милка Ганнибалды үстел басында отыр деп ойлайды, алайда жігіт оны артынан шабуылдап, укол арқылы есінен тандырады. Ал үстелдегі қол жаңа ғана жанындағы мәйіттен кесіп алынған жалған қол еді. Ганнибал Милканың киімін пешке жағып жібереді. Бұл қылмыскерді қатты қорқытады. Біз оны аман қалу үшін жедік деп ақталғанда, Грута бәрін тез істегенін, қыз ештеңе сезбегенін айтады. Басшының мекенжайын білген соң, Ганнибал Милканы мәйіттер жатқан ваннаға батырып өлтіреді. Дәл сол сәтте инспектор Папель келеді. Пәтерден литвалықтардың жетондарын тауып, егер Францияда адам етінен кәуап жасаймын деп ойласаң, басыңды шауып тастаймын деп қорқытады. Инспектор студенттің басты нысанасы Грута екенін біледі. Бұл мародер соғыс кезінде көптеген қылмыс жасаған. Сотта ол басты куәгердің тамағына қышқыл құйылып, айғақ бере алмағандықтан жазадан құтылып кеткен. Оған қарсы қажетті куәлікті дәл Ганнибал беруі тиіс. Сол кезде Ганнибал мародерлардың олардың денелерін сипалап, кімді пісіру керегін таңдағанын есіне түсіреді. Грута қызды Ганнибалдың көз алдында өлтіргісі келген, бірақ қарсыласы оны аулаға шығарып жіберуді өтінген. Инспектор егер Ганнибал өзінде барлық ақпаратпен бөліссе, оны босатуға уәде береді. Ганнибалға 2 полицей таныстырылды, олар Грутаны қолға түсіруге тиіс, ал Ганнибалдың өзін есі дұрыс емес деп тануы жоспарланды.
Мурасаки одан кек алуды тоқтатып, әділдікті полицияға қалдыруын өтінді. Бірақ Ганнибал Мишаға бәрі жасаған қылмыстар үшін жауап береді деп уәде берген еді. Студент пәтерден сытылып шығып, мародерлардың жасырынған орнын табады. Ол жүргізуші қызбен келісіп, өзін Грутаның үйі орналасқан аумаққа кіргізеді. Сол кезде Грута мұнда қызмет көрсету үшін әкелінген күңдердің бірін ертіп келген болатын. Кенет душ кабинасынан Ганнибал шығып, Грутаға қару кезейді. Дәл осы сәтте күтуші кіріп қалады. Ұрланған қыз Ганнибалдан оны өлтіруді өтінеді. Ганнибал химикаттар арқылы қылмыскерді тірідей өртемек болады, бірақ оны ұстап алады. Алдымен оның бетін тілмекші болады, алайда Ганнибалдың қосымша жоспары бар еді. Үйде жарылыс болып, жарық сөніп қалады. Аласапыран сәтте күн Грутаға тап береді, бірақ ол қызды атып тастайды. Ганнибал қашып үлгереді. Алайда бандиттер Мурасакиді ұстап алып, Грута соны пайдаланып Ганнибалды бопсалайды. Ол телефон будкасына барлық құжаттар мен мародерлардың жетондарына келуді талап етеді. Әйтпесе оны сол жерде өлтіріп азаптайтынын айтады. Грута Мурасакиді өз баржасына апарып, оған жамандық жасаймын деп қорқытады. Ганнибал қоңырау Колас мейрамханасынан соғылғанын түсініп, бірден сол жерге келеді. Ол Коласқа қарындасын жегеннен басқа не істедің деп сұрайды. Ганнибал оның қызы ұйықтап жатқанда қолынан шешіп алған білезікті көрсетеді, сондай-ақ ет салынған қапшықты шығарады. Колас шошып кетеді, бірақ ол әзірге сиыр еті ғана болатын. Колас шабуыл жасайды, бірақ Ганнибал тапаншасын кезейді. Ер адам қызым қайда деп жалынады. Қызың аман есен, мен оны саған Мурасакиге айырбастаймын дейді Ганнибал. Егер Грутаның қайда екенін айтсаң, жүзіңді ұмытамын деп уәде береді. Бар мәліметті алған соң, Ганнибал қызды ұрламағанын, оның үйінде тыныш ұйықтап жатқанын айтады. Тіпті балалар үшін қылмыскердің өмірін сақтауға дайын екенін білдіреді. Осы сөзден кейін тапаншаны үстелге қояды, бірақ Колас қаруға ұмтылған сәтте Ганнибал оның басын қанжармен түйреп өлтіреді. Ганнибал қажетті баржаны тауып, кеме жағалауға тоқтағанда ішіне жасырын кіріп кетеді. Тағы бір мародерді суға лақтырып жібереді, оны кеме жаншып өтеді. Айқай-шуды естіген Грута Мурасакиді жалғыз қалдырып шығады, бірақ бұл тұзақ еді. Ол Ганнибалдың арқасынан атады, оқ омыртқасына тиіп, жігіт қозғала алмай қалады. Енді сен жұмыртқаларыңды кескенде ештеңе сезбейсің деп мазақтайды Грута, ол Мурасакиге тиіседі. Алайда Ганнибал арқасына жасырған қанжар оқты тоқтатқанын пайдаланып, бандиттің ахилл сіңірін кесіп жібереді де Мурасакиді босатады. Грута енді жүре алмайды. Кейін Ганнибал оның қолын сындырып, соңғы мародер Гренстің қайда жасырынғанын айтса, тез өлтіретінін ескертеді. Мурасаки қылмыскерді инспекторға тапсыруды өтінеді, бірақ Ганнибал кекке толы. Ол менің қарындасымды жеді, сен де жедің дейді Грута. Сол сәтте Ганнибал өзінің де адам сорпасынан ішкенін, қарындасының етін жегенін түсіне. Ол ашумен айқайлап, сынған қанжардың сынығымен Грутаны баяу тіліп азаптайды. Бұл көрініс Мурасакиді шошытады. Мурасаки тағы да тоқтауын өтінеді, бірақ Ганнибал істі соңына дейін жеткізетінін айтады. Я люблю тебя. Ты уже утратил способность любить. Мурасаки сыртқа шыққан кезде Ганнибал Грутостың бетін тірідей жей бастады. Жағаға инспектор келген сәтте кеме әуеге ұшып жарылды. Барлығы Ганнибал қаза тапты деп ойлайды. Бірақ жас Ганнибал қарсы жағалауға жүзіп өтіп, кейін Канададағы шағын ауылда жасырынып жүрмін деп сенген Гренске де жетеді. Я приехал за головой.